Украина Юқары Радасы бүгін 8-ші сессиясының ilk аптасыны башлады. Украина парламентінде бұл сессияға Назирлер кабинеті тарафынан теклиф етілген 35 қанун лейхасының бақылмасы планлаштырылған. Бұндан да ғайры күн тәртібінде Milli Xavfsızlık Kanunu, кадр мәселесі, шу жүрмеден Milli Bank yol başçısының тәйінелмесі, әмде қабаржылыққа қаршы махкеменің тешкіл етілмесі кебі мәселелер тұрмақта. И в перший ж день, завтра. Илкунуде ярында onun күн тәртібіне кірістетілмесіні тәвсие етежем ве комитетке оны әжеле бақмаға авале етежем. Хабаржылыққа қаршы махкеменің тәшкіл етілмесі ән яқыт вақытта бітірмеміз үшін. Бірінші ве екінші оқуф арасында Венедик комиссиясы тәфсирлерінің әсапқа алынмамасы үшін. Весиқаға тезетулерінің керістетілмесі мүмкін olur. Баш назир ве үкімет башы оларақ кейфиятлі хабаржылыққа қаршы махкеменің тәшкіл етілмесі қол тұтам. Рейберінің башланғыш басамағында Ишбуханын лехасында Венедик комиссиясы тәфсирлерінің көзге алынмасы бек мұйым. Бұл ғаят имиетлі хабаржылыққа қаршы көреш үшін там ярарлы инфотәркепні тәшкіл етежек бір шейдір.